Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бүгін осындай өте оңай жаңа жылдық салат дайындайтын боламыз. Кәдімгі күнде де дайындаса болады. Ең бірінші менің каналыма тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Бізге осындай колбаса керек болады. Колбасаны осылай кубиктеп турап аламыз. Піскен картоп керек, оны да кубиктеп турап аламыз. Барлығын кубиктеп турап аламыз. Мына жерде 3 жұмыртқаны да тура солай тураймыз. Ингредиенттің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. 2 огурцы керек болады. Оны да осылай турап аламыз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сыр қажет болады, осындай 100 грамм, және оны теркадан өткіземіз. Және осындай ыдыс қажет болады. Ыдысқа целлофан төсеп, осылай ең бірінші сырды саламыз және майонез жағамыз. Қасықпен әдемелеп жағып, тәтті кукурузымызды да саламыз. Майонез жағамыз. Әр салмасын салған сайын майонез жағып отырамыз. Әдемелеп жағып, туралған жұмыртқаны саламыз. Тағы да майонез жағамыз. Және колбасамызды саламыз. Майонез жағамыз. Піскен картопты да салып, тағы да майонез жағамыз. Ең соңында огурцыйды салдым және майонез жақтым. Осылай жағып аламыз да, целлофанды осылай әдемелеп жабамыз. Және үстіне тағы да бір целлофан жауып, холодильникке 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Әсемдік үшін қызанақ пайдаландым. Өздеріңіз кез келген зат пайдалансаңыздар болады. Тағы да айта кетейін, каналымды қолдап, каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Осылай целлофанын алып, үлкендеу ыдысқа осылай түсіріп аламыз. Целлофандарын алып тастаймыз. Міне осындай әдемі болып шықты. Мен помидорды осылай кубиктеп турап, қиярды шет-шетіне қойдым. Әсемдік үшін. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп алсаңыздар болады. Әдемі салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.